Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы презентацияны безендіру. Оқу мақсаты компьютерлік программада меню командаларын қолдану, мәтін мен бейнелерден тұратын қарапайым презентациялар жасау. Сабақта үйренеміз. Презентацияны безендіреміз, презентацияның бет параметрлерін ауыстырамыз. Балалар, жаңа тақырыпқа байланысты сөздіктерді дәптерге жазып аламыз. Балалар, презентация дегеніміз ақпараттың қағазға көрнекі түрде сурет, сызбалар безендіріп дайындалған көрсетілімі. Презентацияны біз компьютерде PowerPoint бағдарламасының көмегімен жасайтын боламыз. PowerPoint бағдарламасын іске қосу үшін бас мәсірді басамыз. Бас мәсірдің ішінен барлық бағдарламалар бөлімшесіне кіреміз. Барлық бағдарламалар бөлімшесінен Microsoft Office бумасын ашамыз және Microsoft Office PowerPoint бағдарламасын 2 рет шертеміз. Бұндай терезе пайда болады. Терезенің үстіңгі жағында тақырып жолағы орналасқан. Яғни жасалған жұмысымыздың тақырыбы жазылып тұрады. Слайд аймағы. Пішімдеу тақтасы. Пішімдеу тақтасының көмегі арқылы жазылған сөйлемдерді, мәтіндердің орнын ауыстыруға, көлемін үлкейтуге, стилін өзгертуге болады. Мәзір жолағы. Мәзір жолағында главная, вставка, дизайн, анимация, вид, настройка секілді бөлімдерден тұрады. Құрылым аймағы. Құрылым аймағында біз презентациямызға слайдтар қоса алатын боламыз және олармен жеке жұмыс жасаған кезде ашуға ыңғайлы болады. Қалып-кей жолағы. Қалып-кей жолағы арқылы слайд бетін үлкейтуге, жақындатуымызға болады. Слайд беттерін қосу үшін главная бөліміне барамыз. Создать слайд батырмасын басамыз. Презентацияны безендіру үшін дизайн бөліміне барамыз. Дизайн бөлімінде слайд бағытын өзгертуге болады. Слайд бағытының 2 түрі беріледі. Книжная және альбомная. Фонымыздың стилін өзгертуге болады. Ол үшін фон стилі батырмасына басамыз. Фон стилін өзгертудің 4 түрі болады. Біріншісі біркелкі қиып бояу. Слайдты бірыңғай түске бояймыз. Екіншісі градиентті қиып бояу. Бір түскен екінші бір түсті бірте-бірте араластырып, өзге түс алуға болады. Яғни, бұл жерде 2 түсті қоса алатын боламыз. Одан кейін сурет немесе текстура. Яғни, біз сурет қоюымызға болады, немесе текстураларды таңдауымызға болады. 4-шісі өрнек пен қиып бояу. Слайд фон сызық пен нүктенің үйлесімімен бояйды. Керек түсті таңдап алғаннан кейін барлығы үшін қолдану деген батырманы бассақ, ол барлық слайдқа қолданылатын болады. Тапсырма, сәйкестендір. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.